Сәлем YouTube көрермендері, сіздермен бірге бүгін мен Бибо. Бүгін еліміздегі әрбір оқушының арманына айналған жыл сайын 140 компаниясының ұйымдастыруымен Алматы аренада өтетін Қазақстандағы ең ауқымды түлектер кеші өтуде. Қараңыздар, бұл кешке бүгін 8000-нан астам адам жиналды. Бұндай ауқымды іс-шара оқушыларға ешқашан болмаған. Бұндай тек 140-та ғана. Келесі жылы сіздерді осы жерде, дәл осы сахнада күтетін боламыз. Бүгінгі кешке 8000-нан астам адам жиналды. Ойлаңыздар, бұл бір артисттің жинайтын кәдімгідей аренасы ғой, Алматы аренаны жинап тастадық. Мен мына жақта вайпты айта алмадым, көрдіңіздер ма? Дәл қазір красный дорожка өтуде. Бұл жерден біздің жоғары ұпай жинаған түлектеріміз кәдімгідей жүріп өтеді. Мыңдаған адам жиналды. Сол, күтіңіздер, қызықтың бәрі алда. Дәл қазір қызыл кілем жүруде. Қараңыздар, қаншама адам бар. Қызыл кілем жүргізушісі Айберген мен Ақкербез Ысқақ қызы. Достар, дәл қазір бізде рекордсмендерге арналған қызыл кілемде Айберген мен Ақкербез таныс болыңыздар. Бізде дәл қазір YouTube-қа блог түсірілуде. Айберген, бүгінгі көңіл-күй қалай? Өте керемет. Құрметті достар, дәл қазір сенімді серіктесім Бибо келді, және түлектер кешіне біз өте жақсы дайындалған болатынбыз. Орел Решка форматында біз тіпті киіндірген болатынбыз. Бүгін сіз Наурызбекпен, қателеспесем, Санжардан киімдерін көретін боласыздар. Ақкербез, сенде көңіл-күй қалай? Көңіл-күйім керемет, өйткені бізде көптен күткен түлектер кеші. Негізі сөздің ашығы, алдыңғы жылы оқушы ретінде осы түлектер кешіне келгім келген болатын. Бірақ та бұл жағдай болмай, биыл келу маған беріп тұр екен. Бүгін өте әдемі болып тұрсын. Ендеше Айберген сұрайтындай біздің YouTube көрермендерге образыңыз бүгінгі қанша тұрады және қайдан алдыңыз? Шын айта берейін ба? Достар. Негізі бартерге алдым. Біз блогеріміз ғой, бартерге жүреміз. Көйлек негізі бағасын білмеймін, бірақ 100.000-нан асады. 100.000-нан астам дайындалған екен. Одан кейін украшение 10.000 теңгедей, және де туфли 30 000 теңге. Өте әдемі болып тұрсын. Ендеше Айберген бүгін өте смокинг киіп келіпті, өте әдемі болып тұр. Қай жақтан және қанша қалдың бүгінгі образың? Мен бүгінгі образым Мардан деген брендтен. Мен бағасын білмеймін, өйткені бартерна ұстады. Және де аяқ киім, шоқан. Мен білмеймін. Мен барлығын бір төлеймді, бағасын не білмейді. Ендеше сәттілік. Сол, жақсы, давайте. Біз дальше кеттік. Все, давай. Ассалаумағалейкум, Наурызбек, қалайсың? Былай қарайшы. Өте әдемі болып тұрсың, Наурызбек. Бүгін көңіл-күй қалай? Тема күшті. Бүгінгі лугын мен білем. Елімдегі. Қатты ұнаған сияқты ғой, киіп келгеніне қарағанда. Өте күшті. Мен басында ойладым. Енді Марданнан алмай тұрып, осы киіп келемін деп ойладым. Жоқ, өте әдемі болып тұр, жарасып тұр. Мен таныдым ғой. Бүгін артист екенсіз. Қандай өлең айтасыз? Вальс білемін. Вальс. Вальс білесіз ба? Күшті. Ендеше кеш жақсы өтсін. Давай. Келесі қонақ біздің бүгінгі Санжар, басты жұлдыздарымыздың бірі. Санжар, лугыңыз өте әдемі екен. Қайдан алдыңыз, қанша қалдыңыз? Бәріне сәлем. Бұны мен Хугодан алдым. Осы 140-та Киінсей бағдарламасы арқылы мен 500 мыңға толған болатын. Сол арқылы қазір мен 400 мыңға толығымен киініп алдым. Әдем болып тұр деп ойлаймын, өткені қанша адамнан уже комплимент естідім. Бүгін енді қалған 100 мыңды жұмсайсың ба? Жұмсалып қойды десін. Жұмсалып қойды, не алып қойды? Сол былай күнделік нәрселерге кетті. Барсеттің ішінде не бар? Барсеттің ішінде ампатинг жасаймыз ба? дым жоқ негізі, ақша, зарядка. Жалпы ақша ұстап жүресің, иә өзің? Киім бар футболка ауыстыруға. Қанша ұстап жүресің сен өзіңмен бірге? Қазір 450 мың. 450 мың ұстап жүресің сумканың ішінде. Мынаны сол үшін қазір мен тұрып жатырмын, мен қасымда балалар бар деген сияқты. Өзіме алып кетемін десем. Мынаны енді тығып ұстап жүр, ұрлап кетпесін Алматы аренада. Олай құшақтап жүремін ғой всегда. Сен бүгін қолыңда камера бар екен, влог түсіресің ба, не істейсің? Маған тапсырма берді, былай негізі түлектер кешіне қалай айтса болады. Бірінші кружок жіберіп жүрдім басынан бастап. Сосын аны берді, осыны түсірді. Ендеше кешің жақсы өтсін, сәттілік. Достар, дәл қазір өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай оқушыларды залға кіргізу процесі жүруде. Дәл қазір 3 сектор бойынша вход бар. Адамдар өте көп, барлығы өте әдемі киініп келген. Мен күткен жоқпын, мұндай адам болады деп. Ендеше қазір залға қарай өтеміз, жүріңіздер. Атмосфера айталмадым, Жаннұр, мұнда кел, Жаннұр. Ассалаумағалейкум, қалайсың? Шутқа шығайықшы, сөйлесеміз. Достар, Жаннұрды ұстап алдым. Жаннұр билеп қуып жүр.
Жаннұр, қалайсың? Жақсы. Айтпақшы, байқағанымдай, өзің де байқаған боларсың. Тиктокта комментарийда бәрі айтып жатыр, Жаннұр бұрынғыдай емес, ысылған, пысық болып, андай, уже үйреніп алған деп ше. Қалай ол? Келісесің ба соған? Сәл-пәл келісемін. Көңіл күй қалай? Бүгінгі образың қай жақтан? Бүгінгі образым Шоқаннан. Сен простой айта саласың, Шоқаннан деп, көңіл күй қалай? Дайындық қалай бүгінгі кешке? Бүгінгі кеште сен не істейсің? Көңіл күй өте керемет. Алдыңғы жылғыдан да түлектер кеші кәдімгі керемет өтіп жатыр. Тіпті екінші этажында қосыпты. Сен қатысқан жылы 3000 адам шақырылған, ал дәл қазір 8000-нан астам адам бар. Ол сезіле ме ауқымы? Кәдімгі сезіледі. Залда болған кезде анашта адамдар құмырсқадай көрінді. Іштегі вайб қалай? Іштегі вайб, атмосфера керемет. Алдыңғы жылдан қарағанда бір 2 есе 3 есе ауқымдырақ болып отыр. Все, жақсы, ендеше кешің жақсы өтсін, сәттілік. Кеттік достар, ішке кірейік. Іштің вайбен айта алмадым. Достар! Мәссаған! Қараңыздар достар, Алматы аренада 148 мыңнан астам адам жинады. Бұл бізде партерный зона ғой, Ай, олап білмейсің бадым. Мұнау кәдімгідей білмеймін енді. Бір мировой артисттің концерті бұлай өтпейтін шығар. Мен сіздерге айтайын. Мына жақта фуршетный зона бар екен, ендеше кетті қарап қайтайық. Бұл жерде тамақтардың беттері жабық тұр екен, суып қалмасын деп. Бұл жерде оқушыларымызға арналған, арнайы фуршет, дастархан жайылған, самса, шашлык, барлығы бар, қараңыздар. В общем, не ішем, не жейм демейсіздер бұл кеште. Өте комфортный, барлықтарының арманында жүрген кеш деп айта аламын. 100%. Вау! Просто қараңыздар, қандай атмосфера. Айболат, бірге биледік. Қалайсыз? Сәлеметсіз бе, есіміңіз кім? Сәлеметсіз бе, есімім Гүлназ. Гүлназ, сіз бұл түлектер кешіне қай қаладан келдіңіз? Сіз оқушысыз ба, әлде мұғалімсіз ба? Мен оқушымын, Алматыдан келдім. Алматыдан келдіңіз. Бүгінгі образыңыз өте әдемі болып тұр. Қайдан алдыңыз, қанша қалдыңыз? Бүгінгі образымды Алматыдан алдым. 90 мыңға, туфлем 20 мыңға, алтындарым 280 мың тұрады. Анамнан берген алтындар деп қойыңыз. Подарка, я грантқа түскен. Грантқа түстің ба? Күшті. Жалпы атмосфера қалай бүгінгі түлектер кешінің, ұнап жатыр ма? Керемет, бұнда атмосферада еш жерден көрген жоқпын мен. Серьезно? Серьезно айтам, мен көп концертке барам. Алматының бір концертін жібермеймін. Сіздер егізсіздер ма не? Есімдеріңіз? Ақниет, Ақтілек. Қалай? Ақтілек. Ақниет, Ақтілек. Күшті. Айчо бірде киім келмедіңіздер? Вкусымыз басқаша. Әрдәмекі Аққара болып. Өте әдемі болып тұстар. Бүгінгі кеш қалай өтуде? Атмосфера қалай? Зор. Өте керемет. Шынеке айтайын ба? Себебі бұл кеште мен бармын де. Айбай! Сен барып бос планетті іздей бересің ау деймін. Көйлегің өте әдемі болып тұр. Қай жақтан алдыңыздар, қанша қалдыңыздар? Жалпы бүгінгі кешке қаншаға дайындалып келдіңіздер? Мен таңғы 5-тен дайындалдым, салонға барып. Қанша ақша кетті? В общем, макияжға 30 мың кетті. Шаш, макияж. Көйлекке? 55 мың сатып алдым. Саған? Маған макияжға 30 кетті, үстіме двойка ғой, 22 мың. Получается, сіздер егізсіздер, екеуіңіз де біздің 140-та оқыдыңыздар. Қанша балл алдыңыздар? Айтпаймын. Айтпаймын дегенде. Вау! Мұнақты қараңыздар. Біздің оқушыларымыздың вайбы осындай, көңіл күйі керемет. Қыздардан айтайын! 140 қайдасыздар! Мінекей дәл осындай көңіл күйде біз бүгінгі кешімізді бастаймыз! Тамағым жортылып жатса кешірім сұраймын. Өткен алдыңғы жылғы асхат болып тұрған жоқпын ба? Gözümün kerenlerinde sen varmış o beni görmesin.
Мен мынандай атмосфераны ешқандай концерттен көрген жоқпын, біраз концерттерде болдым ғой. Бірақ өте ерекше. Сахнада дәл қазір бізде диджей арнайы шақыртылған. Қараңыздар, залды өте әдемі қыздыруда. Бүгінгі кешіміздің арнайы шақыртылған қонақтарының бірі Нұртөре Абдығалық. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Бүгінгі кеш қалай, атмосфера қалай? Атмосфера өте керемет, толық зал. Кешке емес, кәдімгі ауқымды бір концертке келген сияқтымын. Жалпы сіз бұл шараға жыл сайын келесіз, алдыңғы жылға қарағанда қандай айырмашылық байқадыңыз? Масштаб үлкен алдыңғы жылға қарағанда. Алдыңғы жылы осыдан оқушылар саны 3 есеге аз болды. Ал қалғаны әзірге кеш барысында көреміз. Қазір алдыңғы жылы 3 мыңнан астам оқушы шақырылған болса, биыл 8 мыңға жуық адам бір Алматы аренаны жинап тастадық 140 болып. Қалай айтасыз? Қандай пікір білдіресіз? 10 шамынша әншілерді жинай бермейді ғой бұндай залды. 140 лучше ма? Лучше, күшті. Жақсы. Сізден жақсы обзор күтеміз кешіміздің. Бүгінгі біздің аренадағы ең активный часть осы жақ болып тұр. Қай жақтан келдіңіздер? Астана офлайн бізде бірінші рет астындағы. Үстіндегісі биоким. Олар қай жақтан? Вот мынаның үстінде. Барлығы Астана офлайн ба болды? Жоқ, мына жағы Астана офлайн, үсті биоким. Қанша балл жинадың ұбт-дан? Мен ба? Мен кураторым. Сен кураторсың ба? Ой, кетші бар. Оқушысың ба сен? Болды. Куратордан сұрап тұрмын, оқушы сияқты. Қай жақтан келдің? Сарыағаш қаласынан, Түркістан облысы. Осы кеш үшін Сарыағаштан арнайы келдің ба? Базар жоқ. Қанша жинадың ұбт-дан? 23 балл биохим комбинациясы. Базар жоқ. Ендеше достар, биохим! Флагтарын қайда көтесіңдерші? Биохим! Бұлар бізге арнайы биохим комбинациясы. Ема, вайб күшті. Ең активный ряд осы ряд. Болды, дальше кеттік. Сіздер қандай таңдау пәні? ДЖТ құқық екен. Астана офлайн ба сіздерде? Астанадан келдіңіздер ма? Базар жоқ, мұнан барлығы бар. ДЖТ құқық ба? ДЖТ құқық қайдасыздар? Дальше кеттік. Әне. Астана офлайн деп айтыңыз. Давайте. Астана офлайн! Базар жоқ қалар. Айта алмадым. Что там, қыздар, жігіттер, настроение қалай? Қандай таңдау пән сіздерде? Физмат. Қай жақтансыздар? Қызылордадан келдің ба арнайы? Бүгінгі кеште концертте кімді күтесіздер в основном? Қай әншіні? 91. Без разницы? Садрадин ше? Альфа ше? Садрадин ғой сол. Ол жақсы, давай жақсы өтсін кештерің. Ана жақтан басылып келатыр ғой біткен байып. Бүгінгі кеште кімді күтесіздер? Қай әншіні көбірек күтесіздер? Әлемді. Қыздар, сіздер ше кімді күтесіздер бүгін кеште? Садрадин. Көбісі бүгінгі біздің хедлайнер Садрадинді күтеді екен. Вайп, мына жақта жұлдыздар жүр ма, білмеймін, айта алмадым. Күшті өшім. Мен шаршап қалдым. Енді кішкене қалды, енді 1-2 рет қалды кеттім. Қыздар, көңіл-күй қалай? Күшті. Бүгінгі кешке кімді күтесіздер? 91. А что, Садрадин, Белучи, Альфа? Альфаны күтеміз. Альфаны. Сіздердің таңдау пәндеріңіз қандай? Био. Био. Қай жақтан келдіңіздер? Алматы. Қаскеленнен. Қаскеленнен келдің ба? Базар жоқ. Жақсы, онда кештерің жақсы өтсін, давайте. Сәлем қыздар, қалайсыздар, көңіл-күй қалай? Күшті, біз шайқайын еттір бұйырса. Байқаңдар, бос планет іздеп қалмаңдар.
Не, бүгінгі кеште кімді күтесіздер? Қай артисті больше күтесіздер? 91. Садрадин бар, Альфа бар, Белучи бар. Тағы. Альфа, Садрадин. Бәрін. Жалпы сіздердің таңдау пәндеріңіз қандай, мен сұрадым ба? Әдеп тіл. Әдеп тіл? Күшті. Қаншалығында сұрайсың? Қаншалығында? 129. Молодцы қыздар, жақсы онда кештерің жақсы өтсін, давайте. Әдеп тіл екен бұл қыздар. Өте әлем болып тұрсыздар, қай жақтан келдіңіздер, қандай пән? Біздер физмат, премиум оқушылары. Физмат Леуханов Нұрболат 130. Сіздер төртеуіңізде премиум оқушыларсыздар. Үшеуі, мен мұғаліммін ағай. Ой, кетші бар, мұғалімдер нағып жүр. Мен жадастырып алып берем. Сіздер премиумсыздар. Премиум. Түрлерін айтып тұр премиумыз деп ше. Қанша жинадыңыздар роботтан? 130 балл физмат. 130 балл. Бүгінгі кеште ең ұнап жатқан қандай атмосфера ма, әлде әншілерді көбірек күтесіздер ма? Атмосфера және әншілер екеуі де ұнап тұр. Қай әншіні күтесіздер? Садрадин. Белучи. Белучи Садрадин дейді. Жақсы ендеше кештерің жақсы өтсін. Давайте. Жақсы. Қалайсыздар? Мына жақта бізде арнайы вальске дайындық жүруде, қыздар. Қалайсыздар? Дайындық қалай? Жақсы. Қанша күн, қанша ай дайындалдыңыздар? Бір айдай почти. Бір айдай. Иә, тамыз. Кеспе қарай. Ортадыңдар екен. Дұрыстап айтып кетсең енді. Біз дайындықты тамыздың басынан бастадық. Вальс және флешмобты айта берейін ба? Айта беріңіз. Флешмобты тоже. Қанша оқушы билейін деп жатырсыздар жалпы? Қателеспесем 80 оқушыдай ғой деймін. Сіздер оқушысыздар ғой? Иә. Емес қой жөр, иә? Все. Көйлектер күшті екен, ондай кәдімгі ақ көйлек, өздерің барлығын бір жерден алдыңдар ма, или қалай? Бір ательеден тіктірдік. Күшті. Қанша кетті? Оны бізге айтқан жоқ енді, Дискордтың компаниясында. Бәрін жауап береді, иә? Күштісіңдер ғой, бақыттысыңдар ғой? Негізі 500 мың кетті, оны жақтырмай айта берейік. 500 мың бір адамға? Иә, бәрімізге 500 мың кетті. Ол сіздер сияқты жаңағы 700 мыңға киінбейміз, кім сияқты? Наурызбек сияқты біз әрқайсымыз 500 мың. Мықты. Наурызбек 50 мыңға киінген жоқ па? Санжарға 500 мыңға киінген. Базар жоқ, қыздар. Мықты. Дайындық күшті ба? Қалай енді қорқыттысыңдар ма, кішкене қобалжып? Иә, кішкене бар. Берғада кеш кім көген? Жан-жақтан қосыла бересіңдер ма? Садрадиннің өзі келіп айтып кетті ғой, керемет деді ғой. Қойшы. Иә, енді мен сендерге қызық тұрмын деді ғой. Ақ көйлек деген әніңдерінде сендерге арнаймын деді ғой. Болды ғой онда. Ақ көйлегім деп қой. Бүгінгі кеште кімді күтесіңдер в основном? Қайрат Нұртас деп қоймасақ. Әлемді, айтуанда. В общем, барлық артисттар ұнап жатыр дейсің ғой? Иә, бәрі күшті. Все, жақсы, давайте онда кедергі жасамаймын, сәттілік. Күшті билеңдер, давайте. Өздеріңіз білетіндей, таңдау пәні бойынша бізде 140-та 43 рекордсменіміз бар. Олар дәл қазір сахнаға шыққалы жатыр. Мына жерде дайындалып тұр. Қыздар, қалайсыздар? Мына жаққа қарап жүрсеңіздер. Қалайсыздар? Иә, сәлеметсіз. Ой, мынау айды ғой, деп, иә? Айды ғой, иә? Сен 139 жинадың? Иә. Сіздің есіміңіз? Дана. Дана, сен Дана. Ой, екеуі 139 екен ғой. Иә, көңіл-күй қалай, дайындық қалай? Керемет, жақсы, рахмет. Өте әдемі болып тұрсыздар. Жалпы қай жаққа оқуға түстіңіздер сіздер? Мен СДУ университетіне оқуға түстім. Мен МНУ Астанадағы Мақсат Нарибаев атындағы. Күшті. Бүгінгі кеште қай артисті көбірек күтесіздер? 91. Сіз 91. Сіз 91, егілсіздер. Все, жақсы, онда сәттілік. Уайымдамай жақсылап шығыңыздар. Все. Өздеріңіз көріп тұрғандай кешіміз басталып кетті. Және де дәл қазір сахнада рекордсмендер шеруі. Өздеріңіз білетіндей Қазақстан бойынша 13 рекордтың 9-ы бізден шыққан. Және де ең жоғарғы 139 екі оқушымыз жинаса, таңдау пәндері бойынша жалпы саны 43 рекордсмендеріміз бар. Дәл қазір сахнада біздің мақтаныштарымыз 140 рекордсмендері. Информатика, математика. 136 балл. Мұрат Сұңқар. Информатика, математика. Дәл қазір кешімізді бастап беру үшін сахнаға Жұлдызай, апай! Жұлдызай, апай! Жұлдызай, апай! Жұлдызай, апай! Я, достар, өздеріңіз естіп тұрғандай, дәл қазір кешімізді бастап беру үшін сахнаға 140 компаниясының негізін қалаушысы Жұлдызай Дүйсенбайқызын шақырдық. Және қадірлі қонақтар, Қараңыздар, қаншама адам, қаншама оқушы осы кісінің арқасында жарыққа шықты. бұл аренада жай оқушылар отырған жоқ. Қазақстанның болашағы отыр. Яғни болашақ мұғалімдер,
болашақ дәрігерлер, болашақ актер, актрисалар, танымал жұлдыздар, кәсіпкерлер, яғни сендер. Қазір қараңыздар, біздің атмосфера қандай? Міне естіліп жатыр, тамаша қазақ тілі әдебиеті, рахмет! Молодцы, сонда да бірге емес, молодцы. География, дүние жүзі тарихы комбинациясы. Қоғылдегі плакаттарымен келген екен, берген белсенді. Қызметкерлерімен 140-тың 2025 жылғы рекордсмендері. Дәл қазір артымызда 140-тың үздік қызметкерлері мен үздік рекордсмендері. Бұлар біздің мақтаныштарымыз. Айтпақша мен жүргізушілерді айтуға ұмытып кеттім ғой. Біздің кешіміздің жүргізушілері Марат Оралғазин мен Еркебұлан Мырзабек. Ең Қазақстандағы топ номер 1 жүргізушілер. Бұл кеш 140 қорытындысы жылдың үздік оқушылары жиналған кеш, үздік қызметкерлер жиналған кеш, біздің бір отбасы болып жиналған кеш. Біздің осы жылдағы ең үздік, ең әсерлі сәттер, естелік видеомыз сахнада. Бақытты шақты көрсету, бәрі де өтеді екен. Бүгінгі айтқан сөздерді ертең ұмытып кетем. Күтеді сені өмірде жарып, жүресің ертең күн. Атмосфера өте ерекше. Сахнада әсерлі естелік видео. Бірақ та қайтып келмейді уақыт, тілегім менің тек қана бақыт. Бүгінгі кешіміздің ең әсерлі сәтінің бірі деп айта аламын. Андай, мен өзім енді қызметкермін ғой. Бірақ та андай оқушылармен бірге түсініп тұрмын іштегі әсерлерін. Себебі бір жыл бойы бізде оқыды, әртүрлі оқиғаларды бастарынан кешірді, қызықты сәттерді де, мұңайған кездерде болған шығар, бір-бірімен доста болып кеткен шығар. Өте енді бір отбасындай болып кетті ғой бұлар. Достар, кеттік Жұлдызай апайға барып қайтайық. Жұлдызай апай, көңіл күйіңіз қалай? Күшті, өте күшті болып тұр. Жаңа ғана кешіміздің ең әсерлі сәттерінің бірі болды. Қалай енді, көзіңізге жас келді ма? Чөт қалды. Үлгермей қалдым. Бұл енді сіздің еңбегіңіздің жемісі. Жақсы кеш болсын сізге. Рахмет. Қазір мұғалімдердің биі, кажется, қателеспесем, бірақ қателесуім де мүмкін. Достар, барлық оқушылардың күтетін сәті, бұл оқушылар мен мұғалімдердің вальсы, көптен күткен сәт. Сахнада дәл қазір оқушылар мен мұғалімдер, қараңыздар, өте ерекше, бағана закадрым көрсеткен болатынбыз. Бір айға жуық дайындалған сәттері, билері. Вау, LED экрандағы суретті көріп тұрсыңдар ма? 140 деген жүректер шығып жатыр. Сахнада 80 оқушы, 40 жұп өнер көрсетуде, және де тек қана сахнада емес, сахна сыртында да айналып барлық жерде билеуде. Вау!
Аренаны түгел айналып билеп жатыр 40 жұп 80 оқушы. Достар, сахнада әлем биылғы жылдың хитмені. Шампанды аспанға екеуміздің мерекеміз сәуле шуағын шашқанда түптен бұлай бізді қосқан сен сүйгізу басқыр көңіл күй қалай? Күшті. Әлем сүйікті әншіңіз сияқты ғой. Иә, күшті әнші. Қатты күтіп еді животыңды ауды. Әлемнен басқа тағы кімді күтесіз бүгінгі кеште? Садрайденді қатты күтем. Садрайден 91-ді күтем. Жалпы кеш қалай, көңіліңізден шығып жатыр ма? Иә, вообще бәрі күшті болды. Рахмет, Жұмсайбай. Ендеше жақсы, кешің жақсы өтсін. Сәттілік. Рахмет. Лондон стада, Алматы, Дубай. Бұл бағыт қалай? Акырмыздың билеп атырым, достар! Акырмыз көңіл күй қалай? Керемет, мені елестеттер. Достар, енді біздер сіздерге закадрым көрсетейік. Қазір артисттар сахна сыртында осылай өздерінің әрқайсысында гримерка бар. Бұл Альфаның гримеркасы. Кетті, кіріңіздер. Альфа әлі келмеген. Так что көріп алайық. Осылай келеді да бүйтіп, альфалар келеді да бүйтіп, бүйтіп жайғасады ғой мына жерге. Мына жерге мысалы кім отырады? Альфа отырады, мысалы. Қози ма? Сол отырады. NB отыра ма әлде? Бәрін білем мен негізі. Кім ал дейтін өлеңдерін білем. Мына жерде арнайы сол группа үшін фуршет жайылған. Фруктовый фуршет. Терлеген кезде не істеуге, терлерін сүртуге барлығы дайын тұр. Сол. Мынау түсіп қалған жоқ қой, иә? Жаптым. В общем, сол. Су, шөп, ой. В общем, фуршеттер дайындап, дайындап қойған. Мен шаршап қалдым, достар. Влог жүргізу қиын екен ғой, қалай жүргізеді адамдар, таңғалам. Кеттік болды. В общем, как положено, бәрі дайын тұр екен. Ана, түсіріп алма. Олар ертерек келу керек еді, негізі. Танит мен әлі. Ассалаумағалейкум. Қалай? Жақсы. Мына заттар күшті да, мен маған сұрап алып едім, не зат екен. Подарить етейін да, братан, саған? Жоқ, мен берем ғой, братан. Жоқ, алып кетемін. Сақинаны берейін ме, братан? Оказывается, 7,5 мың адамға беріпті да осындай. Мынау өзгереді, түсі өзгереді, ритммен істейді, күшті да. Күшті да. Дайындық мощно байқаған боларсың. Жаңа ғана әлем бізде сахнада өнер көрсетті. Жалпы қалай біздің атмосфера, оқушыларымыз қалай? 140-тың атмосферасы әрдайым тамаша. Біз қателеспесек уже 3-ші рет па, 2-ші рет шығып жатыр. 140-ты қатты жақсы көреміз. Алдыңғы жылы 3.000 адам болса, биыл 8.000 адам жиналды. 7,5 мың адам деді, мен бағана сахнада отырып сұрап алдым. Пример біз 8.000 деп айта бересің. 8 мың деп айтырып, кішкене көбейіп па, қосып көбейіп жатыр деп па? Үндеме деп па? Енді байғарсың. 8 мың адам бір аренада, еще қандай жүргізушілер, көп артистер шақырған, өте тамаша атмосфера болып жатыр. Шынымен бұндай сәттерде осындай үлкен ұжым, осындай үлкен мерекелердің бір бөлігі болғанымызға шын айтайын, біз бақытты боламыз. Жалпы біздің оқушылар интеллигент деп айтып жатсыз ғой. 140. Иә, 11 бітіргенсіз ба негізі сіз? Жоқ, мен 9 бітіріп, мен сосын айтып жатырмын ғой, оларға қызыған деп. Мен бірден қорқып кетіп қалдым ғой. Мен тапсырамайтынымды білгем. Мен о жақтан дым жоқпын ше. Жалпы бізде енді оқуға түскендер бар, түспегендер бар, жаңағыдай грант результат шықты ғой жақында. Сол оқуға түспегендерге қандай мотивация бересіз, түскендерге қандай? Түскендерге айтарым, жарайсыздар. Егер мақсаттарыңыз осы болды ғой, үлкен бал жинап, жаңағыдай қалған оқу орындарыңға түсу деген сияқты. Түспегендер болса, бұл жай ғана өмірдің бірақ кезеңі, бұған қатты андай тым қатты серьезно қарап керек емес. Өйткені сіз үшін бұл өміріңізде тек бір ақ жол емес. 1000 есік жатыр, 1000 есіктің қайсысын ашасыз, бір есікті ашасыз, одан соң тағы 100,
одан соң тағы 100 сөйтіп кете береді. Мүмкіндік деген өте көп. Сондықтан да еңбектеніңіздер, ізденіңіздер. Бұл деген мүмкін сіздің нағыз өзіңіз қандай жолға жүру керексіз, сол үшін де осылай болған шығар. Әрдайым осындай жақсы ғана істеу керек. Сол, рахмет, көп күшті өз вадеттіңіз. Жақсы, рахмет. Все, жақсы барады. Достар, қазір мынау тікелей сценаға шығатын жақ. Сахнада оқушылар мен ұстаздардың флешмобы. Әлде оқушылардың ба? Қатесті қылған сияқтым, жүріңіздер ойшым. Ема, самый популярный Дженнидің өлеңін билейін деп атыр. Вау! Мощно дайындалған ғой бұл. Оқушылар емес, профессионалдар сияқты. Достар, мынау сөз жоқ, ең топ флешмоб болды мынау. Өте мықты биледі, таңғалып қалдым. Дайындық деген мощный. Андай энергияны ше сразу алдым. Жанып кеттім. Ас болсын, қалай кеш көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Өте күшті. Өте көңілді өтіп жатыр. Бүгінгі әншілерден кімді күтесіздер? 91 тобын және Қайрат Нұртас күтемін. Мен 91-ді күтемін. Жақсы ас болсын. Таныс болыңыздар, бүгінгі кешіміздің айтпасам да танисыздар ғой, Қазақстандағы номер 1 жүргізушілер. Қалай көңіл-күй? Күшті көңіл-күй, керемет, тамаша. Ерекше кеш болып жатыр. Мынандай бұл түлектер бақытты ғой біздің кезімізде. Спорт залдан қайтара салатын еді ғой. Сізге ше, қалай жақсы ма? Жақсы, өте ерекше, деңгей кәдімгідей. 8000 адам жиналды бұл. 8000 адам жинап, мынандай
бекерден бекер мына ұбт-ға дайындық деген негізі осы 86-лардан басталды ғой, негізі бізден басталды. Ең бірінші подопытный кролик біз болғанбыз ұбт енгізген кезде. Осылай бүйтіп ұбт-ны аяқтадыңдар ғой, міне сендерге деген ол мықты деңгей. ұбт тапсырдыңыздар сіздер? Біз тапсырдық. Қанша балл жинадыңыз? Мен 80 бірдеңе жинадым, есімде жоқ қазір. Ол кезде ол жоғарғы балл ғой? Жоқ, ол кезде ол бытшыт ол. Да, бытшыт ғой. Өте бытшыт, нашар. Бытшыт. Айқай естіп кәдімгідей. Нормально. Білмеймін мен. Сізде ше қанша? Менде ұбт болған жоқ, бізде экзамен болды. Экзамен болды ол. Экзамен болды ма? Экзамен болды. Ол жерде 140 емес, 120 балл ма, 110 балл ма болды. Жоқ, содан кейін белгілі бір мамандыққа, белгілі бір балл жинасаң, жеткілікті болатын өту үшін. Бізде кәдімгідей андай грант қатысу үшін 100-ден жоғары жинау керек болатын. Сол кезде жаман аз. Тест деп атылды. Алғашқы, по-моему, тест деген бізден басталды. 120-дан 90 жинадым мен. 91. Игі болсыз деп па? Жалпы біздің оқушыларға енді биыл грантқа түскендері бар, түспегендері бар. Қандай бір мотивационный түспегендерге тілектер болса? Ол енді оған мұңаюдың қажеті жоқ. Демек, тағы бір мүмкіндік бар, шанс бар. Келесі жолы тағы да тапсырыңыздар, немесе басқа бағытпен айналсыңыздар. Сондықтан мынанша балл жинай алмадым деп мұңаюдың еш қажеті жоқ. Сондықтан жігер болса, рух болса, мақсат болса, барлығы болады. Сізде? Оқыңыздар, міндетті түрде көп балл жинаңыздар. Жалпы көп балл жинағандар ертең осыны ақтаңыздар. Университетке түскеннен кейін әрмен қарай онымен тоқтап қалмай, университет қызыл дипломға түсіп, әрмен қарай мықты белгілі бір саланың маманы болыңыздар. Ал егер жинай алмайған жағдайда, жаңа Марат айтпақшы, мұңаймаңыздар. Бұл соң емес, бұл жай ғана бастамасы. Ертең көресіздер, ұбт әшейін болып қалады, әшейін былай. Өмір алда дейсіздер. Белгілі ұпай жинай алмаған маған қарасаңыздаршы болды ғой. Бізде уайымдадық сол кезде экзамен кезінде, бірақ қазір қарап отырсаң тіпті есіңде жоқ. Қалай болғаны? УК-6 деген есімде Казгуда болды. Кірдің, шықтың, болды. Ең бастысы ата-аналар сіздер қолдаңыздар, туысқандар. Мен шықтым, ой, жарайсың деді. Қаншаға жинадым? 90 жинадым. Ой, молодец деді. Болды. Ешкім сөгіп, ренжіп, біреумен салыстырып үйткен жоқ. Сондықтан айналаңыздағы адамдарға да, ата-ана, туған туыстар, сіздер де қандай балл алса да қолдап, керісінше жігерлендіріңіздер. Жақсы, кештеріңіз жақсы өтсін онда. Демала беріңіз, рахмет көп. Рахмет, жақсы. Дәл қазір сахнада Ақкербез кім өнер көрсетуде? Садрадин! Садрадин! Сегіздердің крашы. Екінші краш емес, тұшы. Сондай ма уже? Мен крашым емес, если честно. Мен крашым басқа. Садырпандар жаман Ақкербез аузында байқа. Өткенде мен салып қалыппын. Ойнап айтам, ойнап айтам. Бәсе, Садыр лучший сахнада. Оң жақтағылар, сіздер барсыздар ма? Тамаша, олай болса жалғастырамыз. Дәл осындай кереметтей көңіл күйде.
Қош келдің алматыға мама, биксіңде драма, бұларға мен елге бама. Здесь маша шакал, соберу стакал, соберу бокал, шакал, кусти, атака, не идите драка, черепа слава сакал, вот, мегаполис, скотларики полис, все летит от звезд, пластурис, вот, мегаполис, скотларики полис, а не как на сторис, ты седай, не липай, пусть делай кайф, и ты больше покупай, как ты считаешь, себя не хватает, кроме года, дом, работа, это ты спевай, очень много братьев, кто-то надо. Достар, бізде тек қана сахна ішінде емес, сахна сыртында да осындай атмосфера болып жатыр. Дайындық кәдімгідей прямой эфир, мына жақтан барлық экранды көре аласыздар. Сәл бүйтіп қараса болатын сияқты негізше. Бірақ кірсем салып қалатын сияқты. Так что тыныш кетіп қалайық. Ва, достар, мына жақта Альфа тобының гример, ойбай, аузым кетіп қалды, гримеркісі. Қалайсыздар? Кім ол дейтінше, мен сендердің фанаттарым ғой. Қалайсыңдар? Жағдай қалай, дайындық қалай? Керемет, настрой күшті. Сол қазір уже бәрін жиналып отырып, дайындалып отырмыз. Жалпы жігіттер сендер ұбт тапсырғансыңдар ма? Жоқ, мектеп бітірмеген. Келесі. Десең. Ешқайсымыз тапсырмағанбыз, қош. Біз ешқашан Тапсырмай 140-тың амбассадоры болып кетті ғой. Бір базар жоқ. Көрдіңіздер ғой, біздің құрметті көрермендер, оқушылар недавно ұбт болды, бізде грантқа түспей қалғандар бар. Оқу енді ол оқуға түсу, ол ешқандай не емес қой енді. Өмірдің соңы емес, сол себепті көріп тұрсыздар, сіздер де осындай деңгейге жете аласыздар, уайымдамаңыздар. Сондай бір мотивация болса сіздерден онда. Біз сияқты болмаңыздар деп сондай. Біз оқымағандарымыз өңкей. Но, шынымен де өмірдің соңы емес. Егер де қазір үйіңде отырып, мұңайып отырсаң, жүзіңе күлкі сыйлайтын әрқашанда бізде контент бар. Осындай кісілер сіздерге әрқашанда еңбек етуде. Және де ол соңы емес. Сен өзің тапсырғансың ба? Мен тапсырғанмын ғой. 91 алдым. Мен 2017-те бітірдім. 2000. Жатам, қалайсыңдар? Енді скоро сіздерде жеке концерт, Бұйырса. 24 күн осы бір 2 күннен кейін Астана қаласында, Еще келіңіздер Астана қаласында болса, мынау қашан шығады өзі? Потом шығады ғой? Кейін шығады. Келгендерің үшін рахмет концертке. Любой ситуацияда дайынсыңдар. Рахмет, өте жақсы болды. Бізге жазашы. Сіздерге қалай жасаймын, мен дәуамын ғой. Оны жартылай бөліп жасайтын бар ғой, біз жаққа сен. Бүкіл комментарийді оқимыз ғой сенің видеоңда. Айтады, түрі универсальный дейді. Реально, универсальный сен. Жаман өтеді. Сол сен айтып тұрмын ғой. Негіз дауыс естіліп жатыр ма, мына жаққа барайын ба? Айтшы қайттан. Мен айтып жатырмын, сен пародия жасайсың ғой деп жатырмын. Соған айтып жатырмын, сенің бір бетіңе екеуін сыйдырса болады ғой деп ше. Группаға жасашы общий деп. Сөйтсе болады, содан екеуі мына жаққа екеуі, в общем, группа болып тұрамыз. Біз де мынандаймыз ғой бәріміз. Сиясыңдар ғой. Не ғой, айтпақшы, бүгінгі концертке 8000 адам жиналды. Қалай, атмосфера қалай? Бір сторис көріп қалдық, адам өте көп екен, мәші көре бердің әке біз. Өйстіп отырып ал, адам өте көп екен, күшті оқып қалдық реально. Еще кілең 140-тың түлектері екен. Өте бір жоғары деңгей ғой жалпы 140-тың бұндай. Сол ғой жалпы вообще андай түлектер кеші дейтін мынандай вайпта атмосфера. Алматы аренада жасау деген сұмдық қой. Келесі жылы как будто уже орталық стадионда жасайтын сияқты. Өйткені еще лайнап өте керемет. Фесттің лайнабы. Сол ғой түлектер кеш емес фест сияқты, сол себепті 140-қа түсіңіздер, 140-та күтеміз, тіркелу ашық. Рахмет көп. Осыған бітіріп тастайық. Достар, біз қазір Белучидің үйіне келіп тұрық деген сияқты болып тұр ғой. Бұл подамам рубрикасы, Белучидің домын көрейік. Кім бар екен? Кера, не өсе айтатсың? Мен решаю вопрос. Біздің решалылар сахна сыртындағы осындай қолдарында қағаздары бар, кәдімгідей бұлар концерт көрместен кәдімгідей артисттарды кіріп шығуын, келіп кетуін қадағалап жүреді. Мынаны бүйтіп түсірсе бірдеңе айтуға болады. Бәрі наушникпен жүріп связда жүреді екен. Қалай жалпы бұндай іс-шараны бірінші рет ұйымдастырып жатырсыздар ма?
Осыған дейін біз өткен жылы 3000 адамдық түлектер кешін жасадық, бірақ биылғы объем ол 8000. 5 ай бойы дайындалдым бұл проектке. Прям 5 ай жасадық бұл проектті. Каждый деталь, мелочқа дейін ойластырдық. Қолдалық көрсетіп ма? Иә, көріп тұрмын, бүйтіп дірілдеп тұр сәл. Соны мен неден Дубайда концерттен көріп келдім дейсің, Абу-Дабида, Coldplay'дан. Сосын соны Қазақстанға әкелемін десем, Садрина келіп қалыпты, сосын ладно, Садрина сатып саламын. Жарайды дедің бе? Негізі мықты дайындалғансыздар, каждый артистің өзінің жеке гримеркасы бар, иә? Иә, каждыйның өзінің райдерлары бар, иә. Жаңағы су, анау дайындап қойғансыздар бәрі. Күшті екен бәрі. Комфортно ма, ешкім ренжітқан жоқ па? Нет, комфортно. Я очень спокойно работаю, прям вообще стресс жоқ, налегке и сөйтіп жүрмін. Все, хорошо, давай, удачи. Сіздерге ұнап отыр ма? Күшті ұнап отыр, біз шаршап қалдық тек. Жүріп қой бізді. Бір отырған жоқпыз ғой, көріп отырсыздар өздеріңіз. Так что лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Бітіріп тастағансың ба видеоны? Альфа бандар осында ма? Дәл қазір сахнада Альфа тобы. Қарсы алыңыздар. Биылғы жылдың екі рекордсменіне, яғни Аида мен Данаға өте керемет потолок сыйлықтар беріп жатыр. Аидаға 5 миллион теңге берген болса, ал Данаға кез келген әлемнің университетіне жолдама берді. 140 мүмкіндіктер мекені. Әнеш, бар шығады емене ондай бірдеңелер. Қайжерде камераға көрсетіп қойсаңыздар. Күшті момент болып отыр, Дананың мамасы осында екен. Достар, мынаны көрдіңіздер ма? Шетелге оқуға жолдама Данаға. Сосын мынандай 5 миллион теңге. Мынау потолок қой, достар. 140 кәдімгідей армандарды орындайтын екен. Қазақстан бұл жай ғана ұран емес, бұл жай ғана инстаграмдағы хэштег емес, бұл біздің ертеңіміз, бұл біздің болашағымыз. Қазақстанда құрушылар дәл қазір осы сахнада, осы аренада отыр. Рахмет барлықтарыңызға, жұлдыз айтпай. Рахмет. Рахмет, Дана. Құтты болсын. Рахмет, көп-көп. О, күшті! Дана! Ощущение қалай? Аяғым, қолым, дауысым бүкілі дірілдеп жатыр. Уайымдап қобалжыдың ба, бұндай сыйлық күтпеген шығарсың? Күтпеген шығармын, және де сөз сөйлеймін деп күтпегенмін точно. Сахнада қобалжуды байқадық, бірақ өте әсерлі болды. Рахмет саған, сәттілік. Күшті болды. Дана мәз, бақытты, Дана бақытты, біз бақыттымыз. 140 бақытты. Достар, дәл қазір сахнада көптен күткен бүгінгі кештің хедлайнерларының бірі, басты хедлайнерларының бірі 91. Қарсы алыңыздар! 91!
Мә, достар, кеш өте керемет деңгейде аяқталуда. Тоқтаңдар. Қандай? Кеттік 141-ге! Бұл соңы емес, тағы бір ән! Қалайсыңдар, жігіттер? Керемет! Кеш қалай өтуде? Паталог болып жатыр ғой. Я, жақсы ендеше, достар, бізбен бірге болыңыздар. Достар, кешіміздің ең әсерлі моменті кешкі... Ой, қойшы айналайын. Уже сөз жоқ қайтатын. Бүгінгі кеш... Ал, енді мен 140 деймін, сендер лучше деп айғайлап жүрдер, е? Давайте. Қайсына қарайын? 140! Жүз-қырық. Кешіміз осымен аяғына жетті, құрметті біздің оқушылар, көрермендер. Енді бұйырса алдыңғы жылда сіздерді күтетін боламыз. 26 жылдың түлектері, 27 жылдың түлектері. Егер осы видеоны көріп тұрған болсаңыздар, келесі жылда сіздерге осы жерде, дәл осы Алматы аренада кездесу бұйырсын. Қош, сау болыңыздар. 140 сіздермен әрқашан бірге. 140 гимні Альфа тобы. Вау, дәл қазір 140 гимні Альфа тобы шығайын деп жатыр. Достар, біз аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. 140 алды. Келесі жылы 140 орталық стадионда болады дейді. Сондай өсек бар. Диванда. Соңғы жағында күшті бірден айтып кете ма? Бекстейж ғой мына, бекстейж. Мына жерде қараңдар. 91-ның айтатын әндері осылай жазылып тұрады екен. Дейді, әперемай, ойнамаққа, бата, мұз, аяма дейді. Барлығы жазылып тұрады екен осылай. Ана монитордан тексттары көрініп тұрады, если ұмытып қалып жатса. 140!